Қайырлы күн, достар. Бүгін күріш ұнынан жасалған дәмді әрі пайдалы сүзбелі құймақ пісіреміз. Сүзбелі құймағымыз өте мінсіз болып шығуы үшін сүзбенің сулы емес түрін таңдауымыз қажет. Сүзбе құрғақ болуы тиіс. Сүзбеге жұмыртқа, қоңыр қант, қалауыңызша ванилин қосып блендермен жақсылап еземіз. Міне осындай қоспа шықты. Оған күріш ұнын қосып жақсылап араластырамыз. Тақтайшамызға ұн сеуіп аламыз. Мен осындай күріш ұнын қолдандым. Қолымызға ұн сеуіп аламыз, қамыры жабыспас үшін. Көлемін осылай бір ас қасық мөлшерінде аламыз. Жұқа қалыңдығын қалауыңызша жасасаңыз болады. Тезірек пісу үшін мен жұқалау қылдым. Осылай ұнға ұнатып, сүзбелі құймақтың формасын келтіреміз. Қызып тұрған табаға сармайымызды саламыз. Сүзбелі құймағымызды табаға салып, екі жағын қызартып, қақпағын жауып қойып пісіреміз. Күріш ұны глютенсіз ұн болғандықтан ішекке ауыр емес, әрі пайдалы. Күріш ұны салмақ тастауға да септігін тигізеді. Оның құрамында түрлі дәрумендер, амин қышқылдар бар. Мінекей біздің сүзбелі құймағымыз пісті. Дәмді әрі жұмсақ болып шыққан. Ең бастысы өте пайдалы. Бәріңіз жасап көріңіздер. Ас болсын.